35 сомнан қалқым қараңыздаршы. Мені задычы бір 2 мымыта деп сүй қойсаңыздар артықты қымайды қалқым. 35 сомға мынадан дүсталдан бар мына пасоны міне 35-тен. Мынаны да 35-тен үстімдегі мажаны көрдіңіздер ма? Әдемілігін қалқым. 65. Міне, осыларды қимыл қып бердім. Мына азырақ поштағанның пұлын қосып білем алып аласыздар қалқым. Міне екеуін кие салайын сіз көріңіз. 65-ке бердік, Қайсың? 120. Мынаны мына кішкентай оқушы қыздар кисе де болады. Мына 35-тен қайда қалмаған бұрын қаншадан алушы едіңіздер мына қара. Мына әзір мен осы қалқым сіздер қолдап саудамыз осындай болып жатқаннан кейін сіздерден аяған дейді жетсін міне. Көрдіңіздер ма? Мына кішкене қыздар кисе де керемет айбат. Әдемі шығады. 120. Бір уақыт киіп алсаңыздар. Ананы киіп киетін болсаңыздар атап шығасың. Мына паспетте менің ұнқат нөмірім Вина РРСС деген жаңа вишат соған қосылып, өніңгі мына яба адам сияқты қосып алып, жоғалып кетпей, дереу мынаны алушы едім деп, дене салмақ жолдаңыздар, ресім жолдаңызсаңыз өз ресімін жолдайды екен. Мен емес сіздердің ресімі емес, ұнатқан нәрсеңіз. Мен не қосасыз? Мен бір күйеу іздеп шығарғам жоқ, жігіт қоспаймын. Я болмаса қатын іздеп шығарғам жоқ, мен киім сатам. Соған мені қосқаннан кейін киім кешектің ресімін жібермейсіздер ма? Мынаны алайын деген, мынаны жақсы көрдім, дене салмағым мұнша деп, дене салмақ жолда сен кіліге түскілейін деп. Өз дене салмағын білмейтін адамдар бар. Және бір нәрсеге таңғаламда, бір 30-40-қа келген адам бір өзіңіздің не киеріңіз ұқпай бір адамда сүю, махаббат деген нәрсе болады ғой. Бұл өмірде өзіңіз жақсы көрген киімді, жақсы көрген тамақты жеп, мындай бір жасамасаңыз, неғып келдіңіздер бір өмірге? Бір киім алу үшін ана тасқалады бүтін семья әулетімен құрылтай ашқан. Анадан сұрап мынау болам екен, мынадан сұрап анау болам. Кімге еді оны? Күйіп кете ме осы? Ана кішетін адам өзіңіз сүйсеңіз алсаңыз болды ғой. Мінжеге кебап қалай бақадасыр 40 адамға шүпе. Бір нәрсеге мен сізге айтайын, осы нақ мынаны алдым, мынаны сүйдім дей алмаған, майдан жоқ адамға өміріңізде сенбеңіз. Оқшаш ана Гоминданың заманындағы оқшаш қара екі бетке болады да, андай адамда майдансыз. Жұмылақта ауыз оқшаш біреу былай айтса былай кетеді, былай кетсе ондай адамға сыр айтсаңыз да, ондай адамның аузында тұрмайды ол сөз. Өйткені ол белгілі ғой, өзіне өзі сенбейтін адамнан және не үміт күтесіз? Егер сіз бір ана болып, осындай бір нәрсеге өкім шығарамайтын, бір жұмыс істеу үшін 40 адамнан ақыл сұрайтын адам болсаңыз, онда сіз керемет бала тәрбиелем деп ойламай қойыңыз. Өйткені баланың 80% тәрбиесі анасынан шығады ғой. Әлгі әкең ғалым болса да, тәрбиені тезектерген шешеңнен аласың деген. Егер сіз сондай бір іске өкім шығарамайтын, тіліңізді жайнап, сымыңызды көтере алмай жүрген адам болған болсаңыз, сізден керемет бала